мүшесі болған. Ол және де жыл сайын өтетін бүкіл халықтық жиналыстың ұйымдастырушылардың бірі болған. Адамдардың бірі болып табылады. Сол кездегі жаңағы Төле би, орта жүздің Төте биі, Қазбек би және де кіші жүздің Бала биі, Әйтеке би осы үшеуі бірге жаңағы Әстембек ханның ең жақын әрі сенімді кеңесшілерінің бірі болатын. Әстембек хан Қазбекті орта жүздің бас биі етіп сайлады және де Қазбек би осы жоңғар қалмақ жорықтарына қатысып қазақ хандығы өзінің азаттығын алу үшін көптеген терін төкті және де Қазбек би сондай-ақ Ресей, Бұхара және Хиуа мемлекеттерінде елшілік мәселелеріне араласып мәмілегер болған. Және ол 14 жасында елші болып, ал қайтқан кезінде басшы болып қалғаны ел аузында әлі аңыз болып сақталып тұр. Тамаша. Ал қосылған Махмұт аға? Самғат? Қазбек би 1764 жылы 97 жасында дүниеден өтеді. Және оның денесін баласы Бекболат Қайда келші дейді? Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне алып барып жерлеп, соның үстіне құлпытас орнатады. Жақсы, Жасұлан? Қазбек Елдібекұлы қазақтың басынан кешірген алмағайып замана оқиғалардың куәгері, яғни қазақ елінің қиыншылықта өмір сүргенінің куәсі болған. Қазбек би өзінің шешендігі мен даналығымен біздің тарихымызда өте үлкен орын алған адам. Қазбек бидің шешендігі мен даналығын тек қана ұлы қазақ хандары ғана емес, және көршілес ұлы империялардың басшылары аса ірі тұлға ретінде мойындаған. Иә, жақсы. Әделя, дауыстар кішкене қаттырақ шығып біле қойдыңыз. Қарағанды облысында бізде қалалардан көшелерінде бидің есімі берілген. Елорда Нұр-Сұлтан қаласында ескерткіш қойылған. Қаздауысты Қазбек би кешен, дау шешкен әділ қазы болған, халықаралық елші болған, және ақын болған. Сонымен, Ербол қай жылдар өмір сүрген екен? Қазбек би Елдібекұлы 1764 жылы өмір сүрген. Семізжолы тауының етегінде өмір сүріп, Тастанжылда 97 жасында өмірден аттап өтті. Өмірден өтті, иә? Жақсы. Сөзден қолданған болатын кішкентай кезінде өте тапқыр, сөзге шешен, батыл болған. Оны біз мысалы ел азаттығын әңгімелерін байқасақ болады, 2 жылдан бастап ең алғаш рет қалмақтарға шабуылға барған болатын, яғни соғыс болған. Жаугершілік заман. Әбілқайыр ханның жіберген би батырларын және атқосшылар барған сөйтіп ол 90 тұтқынды орналған мүліктерді, малдарды қайтып әкеліп өзінің ер намысына дақ келтірген. Сөйтіп ол қазақ Жақсы. Сағыр. Алтын альтернативасы? Еламан. Өлке тақалттырғаннан кейін алғаш рет ресми түрде айрықша билер кеңесі сайланды. Әйтеке би кіші жүздің атынан, жұртының атынан кеңестің мүшесі атанды. Қай жылдар өмір сүрген екен? Әйтеке би? 1644 жылы дүниеге келген, 1700 жылы қайтыс болды. Жақсы, мінекей балалар, яғни біз қазақтың атақты 3 биі туралы жан-жақты деректерді айтып өттік. Шешкен, немесе жаңа көздерін оқып түсінерсіңдер, иә? Немесе жаңағы сол әкесінің сөзіне қалай ұтымды жауап беріп шықты, сол төле баланың орнында өздерің болсаңдар, қалай жауап берер едіңдер? Соны осы өмірмен сәйкестендіре отырып, айтамыз жауабымызды береміз. Тағдайы тапсырма кетті. Екінші қатар Қазбек би рақт әдісі бойынша мен сендерге тапсырма беремін. Яғни жаңа айтып кеттіңдер ғой өздеріңдер. Қазбек бидің қай елде елшілік қызмет атқарып қалады, немесе мәмілеге келуге барған. Жоңғар халқы, жоңтайшы деген ол ханы. Постер арқылы қорғауларына да болады. Сол
кезеңді кітаптан ашып бір қарап оқып шығыңдар да. Рафтасын білеміз ғой, иә? Мінекей тақтада тұр. Р дегеніміз не еді? Рөл, автор, факт, яғни дәлел, тақырып. Осы бойынша сендер әрбір сөзге не істеп кетесіңдер? Әрбір сөзді ашып, өздерің сол тақырып бойынша ойларын айтып, тұжырымдап, қазіргі заманмен сәйкестендіріп өтесіңдер. Ал үшінші қатар әйтеке би. Жаңағы Мерейдің айтып кеткен, сендерге кішкене оңайырақ болып көрсін деп тұрмын. Мерейдің айтып кеткен кітаптарында бар ғой, ода шешенің сөздері. Сол бала бидің кішкентай ғана әйтеке бидің тығырықтан жаңағы шығуға келе жатқан даугерлердің дауын қалай шешіп берді? Ол жерде кімдер? Тренер модель бойынша, яғни кейіпкерлердің атауы кетеді бұл жерде. Оны сипаттайтын сын есімдер, шығармадағы кейіпкердің әрекетіне және оған көзқарас, қазіргі өмірмен байланыс, содан кейін даудың атауы. Енді сендерге кішкене күнделік болсаңыз үйге топ қойып. Кезіркелірек Абай хан және де Қонтажы және Қалмақтың ханы. Автор Қазыбектің аты. Бір күні Қазыбек Қонтажыға барады. Сол кезде Қонтажыға датын айтады. Датыңды айт дейді. Сол кезде Қазыбек не мақсатпен келген айтады? Сол ерге? Біз қазақпыз, мал баққан еліміз, өзімізбен өзіміз жатқан еліміз, жай жатқан еліміз, ешкімге соқтықпаған еліміз, егер басқа біреу соқтықса оңдырмаған еліміз дейді. Және де сол Қонтажының әскерлері қазақ еліне 3 рет шауып, малдарын алып, қызылдарын құлдыққа, күңдікке алып кеткенін айтады. Сондықтан малдарын қайтарып, адам құнын төлеп, қыздарын қайтаруын. Яғни бұл жерде нақты факт не? Яғни шайқас болды, яғни біздің қазақ халқына не істеді? Қонтажыға шабуыл жасаған кезде, шабуыл жасаған соң Абылай хан бір мәмлеге келейік деп айтқан соң, яғни бұл жерде қазақ елінің бірлікке, бейбітшілікке шақыру болған болатын. Қазақ елінің бірлікке, бейбітшілікке шақыру және де қазақ елінің соғыспай тыныштықта бір мәмілеге келіп, бұл дауды шешу үшін кімді жіберген екен? Қазыбек жіберген. Топпен жұмыс болғаннан бала кішкене бір-бірлерінің артына қарап сөйлесіп, мәмілеге келіп өздеріне бір қандай сатқара беріңдер. Кішкене өзіңіздің арқайларын көрінетіндей. Маркеттердің бар ма? Кішкене көңілдеп жазып, ортадан бірнеше оқушы шығып қайтеміз. Жұмысымызды қолдап шығуға тырысамыз. Алыс кесіп тәртіпті сақтаймыз. Кішкене бір-бірлеріне қарап, ақылдасуларына болады. Не түсіндің дегенде сен өзің осы Төле бидің орнында болсаң, қандай жауап немесе өзіңнің ойыңмен ақылдаса отырып, мынадай ой жолға келдік, яғни бұл жерде айтып берген егер де жаңағы бір бума шығып тұрған кезде алып тұрған мысалы ол елді алып деп айтқан болады. Жүзімізде яғни ол елде бірлік болған жерде ол елде тыныштық, бейбітшілік болған кезде ол елде жауда айтылмайды. Билігімен, тапқырлығымен көзге түскен әйтеке би және де екіншісі ойын жақсы жеткізе алатын шешен Мұсуақ би және де дауыл болып келе жатқан 3 жолаушы. Оны сипаттайтын сен есіңдер? Сонысында ол әйтеке би ол ақылды, ол жиірек, ұтымды би және әйтеке би қандай дегенде біз осы сын есімдерді әділ, Мұсуақ би ол ойшыл.